Ассалаумағалейкум. Мынау баяғы не ғой? Мына жерде бір былай келеміз де, мына жерде УПК бар. Сосын міне Афанасьев көшесі, ол ұлы отан соғысының ардагері да. Мындай сықиып қоқыс жәшіктерін жасап қойды, бірақ әлі халық далаға тастап жатыр. Жақсы, оны айтпай ақ қояйын, мынаны айтайын мен. Мына осы Афанасьев көшесі ағайындар Атырау қаласының, Атырау облысы Құрманғазы ауданының әкімі және орынбасарлары ғой да, және Құрманғазы жолдары деп бастайын. Неге десең, міне Афанасьев 19. Неге десең, бұл көшеде орталық көше ғой. Сол үшін бұл жерде асфальт жоқ, көріп тұрсыздар ма? Жаңа Фейсбукқа түсірдім, бірақ Фейсбукқа түсіргенде оны тек қана парламентна біздің Құрманғазы ауданының өкілдері қарайды ғой. Бірақ бағана кім қарамайды да бұны. Аудан тұрғындары көп білмейді. Афанасьев көшесі. Ал енді айтатыным, бұл көшеде жарық та жоқ, қараңыз. Атырау жарық та жоқ. Мына үйді қараңызшы, баяғыда ойнап жүретін еді көше жерде. Мына жерде жарық та жоқ міне. Ал ана көше өзі басқаша. Асфальт та жоқ, дым да жоқ мына жерде. Көрдіңіз ба? Ал осы көшенің балдары сабаққа қалай барады? Көрдіңіз ба? Болды, бір жерге батырғам. Осы жерде түсірейін деп, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы округтер. Мына жерде қарашы. Бір үй, целый, екі үй қарап қалды. Афанасьев көшесі ағайында. Енді біледі ғой, бұны біле тұрған бар, жазылып жатқан бар, бірақ енді ешкім ескерілген жоқ та. Бұл ешкім ескерілген жоқ. Блогерлер көп. Бірақ біз бағанағыдай қызмет қылғанда бір шамалы көмегіміз тиісін деп шығамыз ғой. Ағайында, мына телефон кері қарамайды. Дұрыстап түсіре алмаймын, түсіре алмағанмен халыққа жеткіземін деп білем осыны. Афанасьев көшесі, мына жердегі музыкальный бар ғой енді. Музыкальный бұрынғы Ломоносовқа кетіп жатқан жақ қой, түсінбейтіндер болса. Ал осы жерді қымтап жүрсеңіздер, керемет бар еді. Бұл жерде бәрі осы жерде жүреді екен. Бұл жерде жүрмеймін ғой негізі. Жалпы бұл жерде жүрмеймін. Осы жер. Сосын мына көшеге керек. Мына көшеде асфальт жоқ. Аз көрсетейін. Осы жер қымталса деймін да. Бұл жер қымталса деп ойлаймын. Ағайындар. Бұл жер қалды осылай. Осылай кетеді ғой, айтылмас. Ешкім айтпаса, осылай кетеді. Ол уже бағанағыдай атқа таңба басады ғой. Сол сияқты ғой. Әлжанов көшесі. Көрдіңіз ба? Таратудан сұраймын. Және қайта көріп өтсе осыны әкімдер астына жазып кетсін. Осы жерге қарастырылды, салынады деп. Жол. Жаңа ана көше бағана Ломоносов мектебіне баратын ғой. Енді орыс мектептері ол солай кетті. Жабылса жабылар мүмкін. Қазір жақсы мектептер салып жатыр ғой. Бірақ енді кезінде Ыбырай Алтынсарин атамыз қаншама мектеп салды қазақ балдарына. Қазақ зиялылары қаншама мектеп салды. Міне, Ломоносов мектебі мына көшеде де жоқ. Міне, бұл көше қандай көше екен? Бұл көше уже Афанасьев кетеді екен, Александр Афанасьев. Анау Алипов көшесі басқаша кетеді екен. Ал Афанасьев көшесін қараңыздар, ұлы отан соғысының ардагері ғой. Ағайын. Ал таратып жіберіңіздер. Тек қана жол мәселесі, Құрманғазы жолдары және Құрманғазы әкімдері. Дым жол жоқ. Мына тротуар жоқ, мына салынды ғой мына жол деген. Тротуар жоқ та. Аман талайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына Тұрар Құрманғалиев көшесі. Ол уже басқаша. Тұрар Құрманғалиев көшесі.
ол басқаша. Бізге керек жол бағанағы неге айттым ғой жаңа. Афанасьев бүгінгі тақырып амандықта болайық. Амандасып.